Қазақмыс холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрамына кіретін компаниялар Қазақмыс сақтандыру компаниясымен зиянды еңбек жағдайда жұмыс істейтін қызметкерлерге қатысты ерікті медициналық сақтандыру туралы келісімдерге қол қойды. Қазақмыс сақтандыру компаниясы Қазақмыс холдингінің стратегиялық серіктесі болып табылады. 20 жыл бойы корпорация сақтандырудың барлық түрлері бойынша Қазақмыс сақтандыру компаниясымен жемісті ынтымақтасады және холдингке сондай-ақ оның қызметкерлеріне сақтандыру саласында сапалы сервис ұсынады. Сақтандырудың осы түрі аясында жедел ауру, созылмалы аурудың өршуі, жарақат және басқа да бірқатар ауру кездерінде медициналық көмек көрсетіледі. Көмек ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасына тіркеле алатын жұмысшылар үшін де отбасы мүшелерінің шектеусіз саны үшін де көрсетіледі. Медициналық көмекті Ассистанс Архимедс Қазақстан компаниясы көрсетеді. Біздің көріп отырғандай жүйеміз автоматтандырылған, соңғы үлгідегі жүйе орнатылған. Оның кереметтігі мына келген қоңырауларды бос тұрған операторларға кезек-кезегімен беріп отырады өзі автоматты жүйеде. Мысалға айталық, ол мына клиенттердің желіде көп тұрмауына, мына клиенттердің жаңағы қоңырауларын қабылданбай қалуына өте көп әсерін тигізеді. Ал жаңағы кей уақытта болады, жаңағы поток үлкен болған кезде қоңыраулар қабылданбай қалатын кездері болады. Или жаңағыдай мүмкін клиент телефонды өшіріп тастайды күте алмай. Сондай кездерде кетіп қалған қоңыраулар болса қабылданбай қалған. Ол қоңырауларды жаңағы колбек дейді, жаңағы жүйе өзі автоматты түрде оны қайтадан жүйеге қосып, номер қайтадан теріледі. Сондықтан қанша қоңырау тәулігіне түскенменен жаңағы қабылданбай қалмайды. Оны міндетті түрде кез келген оператор қолданады. Медициналық көмекті тәулік бойы жұмыс істейтін кол орталығына хабарласу арқылы алуға болады. Байланыс орталығының операторлары жедел жәрдем шақыруға, мамандандырылған маманның қабылдауына жазылуға, стоматологиялық қызметтер туралы ақпарат беруге, дәрігерді үйге шақыруды ұйымдастыруға, амбулаториялық және стационарлық көмек, сондай-ақ дәрі-дәрмек сатып алу туралы ақпарат алуға, одан басқа медициналық мәселелер бойынша қызмет түрлері жайында консультация алуға көмектеседі. Қазақмыс компаниялар тобында сақтандырылған қызметкерлер үшін 90-80 телефон номері ұялы телефоннан тегін желісі арқылы қоңырау шалынады. Клиенттерге барлық қандай дәрігерлер медициналық орталықта кімдер қызмет жасайды, қандай дәрігерлер бар, балаларды қабылдайды, үлкендерді қабылдайтын, жаңағы қандай қызметтер жасалынады, соның барлығынан информация беріліп, өздеріне ыңғайлы датаменен жаңағы уақытына жазылады пациенттер. Және үйге шақыру рәсімдерде бізде орындалады. Мына бүткіл тек қана Ұлытау район емес, аудан емес, мына барлық Алматы, Астана, барлық региондардың, Қазақстанның барлық өңірлерінен түскен қоңыраудың барлығы бізге түседі және үйге шақыру рәсімдерде осы жерден жасалады. Барлығы бір жерден. Осы мына колл-центр барлығын қадағалап отырады. Түскеннен кейін мына вызовты жаңағы қоңырауды қабылдайды. Медициналық координаторлар қажет деген пациентке қажет жаңағы паспорттық рәсімдердің барлығы жазылады. Қай жерде мекен жай, қай жерде, қай қаладан, адрес, телефоны барлығы жазылады да, сондықтан ол қабылданған жаңағы шақыру барлық қалаларға таратылады. WhatsApp арқылы, телефон арқылы дәрігерлердің барлығына жіберіліп отырады. Қазақстан Республикасының барлық қалаларында медициналық көмекке жүгінуге болатын сенімді дәрігерлер бар. Ақ халаттылар жолдаманы білікті мамандарға зертханалық зерттеулер жасауға, сонымен қатар дәрі-дәрмекке рецепт жазып еңбекке жарамсыздық парағын ашады. Бұдан бөлек 90-80 номері арқылы бейне қоңырау арқылы алғашқы медициналық көмекке арналған онлайн дәрігердің кеңесіне тапсырыс бере аласыз. Бағдарлама жалақыдан ұстап қалуды көздемейді және тек жұмыс берушінің есебінен жүзеге асырылады. Бағдарлама сондай-ақ тек тістерді емдеуді және оңтайлы шегі бар дәрі-дәрмектерді сатып алуды ғана емес, сонымен қатар жедел аурулар мен жарақаттарды емдеу шығындарын да қамтиды. Бұл ретте дәрі-дәрмек Ассистанс дәрігердің арнайы бланкіде берген рецепті бойынша беріледі. Ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасына бүкіл отбасы үшін бір массаж курсы, бір физиотерапия курсы және де бір COVID-19 сынағы кіреді. Бізде жақын арада ойлап табылған тағы да бір веб-колл деген жүйе бар, қызмет. Ол мына Архимедс компаниясының сайтына пациент кіріп, өзінің жаңағы сол уақытқа өзі өтініш бере алады. Қоңырау шалуға өтініш бере алады. Сонда сол тапсырыс берген уақытында колл-центрге сол кісінің жаңағы көрсетілген мобильдік номерінен қоңырау келеді.
Екінші тағы да сол сайт арқылы бар, өзінің өтінімін қалдыра алады. Ол өтінім бізге мына электронный почтамызға келеді. Ол өтінімге каждый пациент, клиент өзінің жаңағы қай қаладан, қай номерге хабарласуға болатын электрондық жаңағы мекен жайын көрсетеді, қандай сұрақпенен, қандай өтінішпен өзің жазады. Сол бойынша медициналық координаторлар сол өтінімді қарап, соған қажеттілген жаңағы ақпаратты жинайды да пациентке өзі хабарласады. Керек приемға жазылам дейма, үйге дәрігер шақыртамын дейма, болмаса басқа қалалардағы жаңағы дәрігерлердің тізімі қажет па, сол барлық сұраған өтінімдері орындалады. Ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасы аясындағы қосымша қызметтерге шетелге шығатындар үшін сақтандыру полисін рәсімдеу кіреді. Бұл саясат жедел ауру немесе шетелде жазатайым жағдайда медициналық көмек алуға көмектеседі. Шетелге іс-сапармен шығатын қызметкерлер үшін сақтандыру полисі тегін беріледі. Ал шетелге отбасымен бірге демалысқа шыққан жағдайда сақтандыру полисі жеңілдікпен беріледі. Сондай-ақ бағдарлама бойынша қосымша қызмет бассейнге, спорттық іс-шараларға қатысуға, балалар лагеріне баруға, институтқа түсуге анықтамалар және балалардың денсаулық паспортын алу болып табылады. Алтынгүл Төлегенова, Хамза Баркен, Ақшам телеарнасы, Жезқазған. Мемлекеттік органдардың бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі жақында Сәтбаев қаласындағы Шымболат Тілдебаев атындағы Кеншілер сарайында өтті. Негізгі мақсат мемлекеттік мекемелеріндегі бос жұмыс орындары туралы халықты ақпараттандыру, жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамту және жастарды мемлекеттік қызметке тарту. Өткен жұмада біздің қалада кезекті бос орындар жәрмеңкесі өтті. Бұл жолы іс-шараны Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыстық департаменті ұйымдастырды. Жұмыс берушілер арасында Ұлытау облысының әкімдігі мен прокуратурасы, төтенше жағдайлар департаменті және Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі, ұлттық статистика бюросының Ұлытау облысы бойынша департаменті болды. Олар азаматтарға 200-ге жуық бос жұмыс орындарын ұсынды. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ұлытау облысы бойынша аумақтық департаментінің арнайы ұйымдастыруымен бүгін Сәтбаев қаласында мемлекеттік органдардағы бос мемлекеттік органдардың жәрмеңкесі өткізілді. Енді бұл шараның негізгі мақсаты әрине бұл ең біріншіден мемлекеттік органдардағы бос орындардың тұрғындарға назарына жеткізу, яғни қандай бос орындар бар, және мына жұмыссыз азаматтарды, оның ішінде жастарды мемлекеттік қызметке тарту, оларды нәтижелі жұмыспен қамтамасыз ету болып табылады. Бұған дейін аталған шара Жезқазған қаласында ұйымдастырылған болатын, және сол кезде мемлекеттік органдар тарапынан қолдау тауып, және азаматтардың сұранысына ие болуына байланысты аталған іс-шараны біз қазір таңда Сәтбаев қаласында да ұйымдастырып отырмыз. Яғни бұл алдағы уақытта да департаменттің дәстүрлі қызметі болып табылады. Жәрмеңке барысында ұйымдастырушылар бос жұмыс орындары жәрмеңкесі аясында мемлекеттік қызметке түсу тәртібі, мемлекеттік тілді және Қазақстан Республикасы заңнамасын білуге арналған тестілеу бағдарламалары, жеке қасиеттерін бағалау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізгендігін айта кетейік. Бос орындар жәрмеңкесі бос орындарды ғана айтып қана қоймай, сонымен қатар мемлекеттік қызметке кіру тәртібі, мемлекеттік қызметте жұмыс жасау тәртіптері, сондай-ақ мемлекеттік қызметте кірер алдында тестілеу, Қазақстан Республикасының мемлекеттік заңын білу, және заңнамаларды білуге қатысты тестілеу, және жеке қасиеттерін бағалау бойынша тестілеуден өту тәртіптері толықтай түсіндірілетін болады. Мемлекеттік мекемелердің өкілдері іс-шараға қатысқан азаматтардың барлық сұрақтарына жауап беріп, оларға қажетті ақпараттық қолдау көрсетті. Іс-шараның негізгі мақсаты мемлекеттік мекемелердегі бос жұмыс орындары туралы халықты ақпараттандыру, жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамту және әрине мемлекеттік қызметке жастарды тарту деп атап өтті ұйымдастырушылар. Алтынгүл Төлегенова, Айбар Мұхамбет, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев.